Қайырлы күн болсын, құрметті менің оқырмандарым, күндеріңіз сәтті болсын, мына оразаларыңыз қабыл болсын. Бағана маған дайрекке сұрақ келіпті. Баламның тісінің бәрі шіріп шығып жатыр. Не істесем болады деп. Неге шіріп жатыр деп. Камистат жақтыңыз ба десем, бағана неге салдым. Жақтыңыз ба десем, иә дейді, камистат бебеті жақтым дейді. Соны салсам, тағы бір мамаша жіберді. Али апай, бұрын болатын еді ғой камистат бейби жағуға, қазір неге болмайды деп. Неге болмайды? Камистат бейбидің құрамында лидокаин бар, қыздар. Мен постоянно осы айтып жүрмін стористе. Лидокаин бар. Лидокаинді не істейді? Наркозда қолданады. Белге салатын кезде наркозды сол лидокаинмен салады. Сол кезде не істейді? Босанған әйел ұмытшақ болады. Кухняға барамызда, өзімде кесарево болдым, содан білем. Кухняға барамда неге барғанды ұмытып қаласың ғой. Сол сияқты камистат бейби жақтым дейді. Енді сол айтайын, наркозда сол лидокаин жағы. Лидокаинді қолданады да наркозда. Жағы камистат бейбидің ішінде құрамында лидокаин бар. Ол не істейді? Адамның миын тормозит жасайды. Жағы айттым ғой, кухняға барып неге барғанды ұмытып қаласың деп. Сол сияқты құрамында лидокаин болғаннан кейін ол уақытша обезболить еткенмен де, жаңағы жылаған қойдырғанмен де кейіннен баланың миына әсер етеді. Бала не істейді? Еңбектеуді ұмытып қалады, аунап жүрсе аунауды ұмытып қалады. Басқа да, может даже сөйлеуді ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан да зияны сол. Бұрын жағатын едік қой дейтіндердің балаларының көбісі бір жағынан тісті шырқ қып шығарады, қап-қара қып шырқ қып шығарады түбінен. Щеткамен жусам кете ма деп сұрақ қойыпты. Оны Құдай біледі, оны кете ма, кетпей ма. Негізі кетеді деп айта алмаймын. Оны стоматологке көрсетіп, емін сұрамаса. Так что гельдерді жақпаймыз, лидокаині бар.